I thought I would never be fine. Мұса Аружанға су жаңа ән арнады. Мұса әлеуметтік желідегі парақшасында Аружанға ән арнады. Аружан қызымызға гүл шоқтарын сыйлап, ғашық жүрек гүл ашылар. Сезімдерін кейде жасырар, гүл беруге күнде асығам. Сені сүйіп қалған жүрегім деп Аружанды иіскеп тұрып ән айтты. Аружан Мұсаға құмарлана қарап, Мұсаға деген сезімін жасыра алмады. Желі қолданушылары жарыса жазды. Кейбір желі қолданушылары Мұса мен Аружанның бұрынғы қолдаушы апалары қайта қосуға тырысса. Кейбір көрермендер мұны хайп деп жазып жатыр. Аружан өзі жырбаңдайды екен. 2 күн болмағанда басқаша еді, кәдімгідей артынан қалмайды. Қап абыланың болмай тұрғанын ай. Аружан елдің алдында басқа жігітпен ара қатынас құрды ғой құшақтасып. Мұсекеңе басқа қыз бұйырсыншы. Әнін өткізу үшін жасалып жатырған дүниең бе? Аружанмен ойнама Мұса, жүрегін жаралай берме. Мұса осы қызды алсаң қандай керемет қыз Аружан. Иә, жақсы қыз, бірақ мінездері келмейді. Аружанда сезім қайтадан пайда болса, Мұсада жоқ. Мұсаға чисто қарапайым өзі сияқты жан керек. Аружан онда емес па дейсіздер каз. Аружанды қарапайым, бірақ келмейді екеуі бір-біріне. Келсе баяғыда ортақ сезім болар еді. Аружан өзгерген, Мұса ойланып көр, мажет она твоя судьба. Өте жақсы келін болады Аружан. Мұса Аружанның жүрегін жараламашы, тағы да жақсы. Көрмесең үміт бермеші, жалпы екеуіңнің бірге болғандарыңды қалаймын. Бір болайық пен қосылайықтың еңбек сіңірген хайпажоры деп жарыса жазды көрермендер. Еске салайық, Аружан Музартылаев тобының әншісі Азизбен жұп болғанына 1,5 жыл болған болатын. Тіпті бір болайыққа келмей тұрып Азиздің қасында жүрген болатын. Аружанның жобаға күтпеген жерден келуі оның қолдаушы әпкелерін таң қалдырды. Аружан бір болайыққа келген соң ғана Азиз екеуі екі жаққа кеткенін айтты. Ал Мұса әдеттегідей қосылайық пен бір болайықтың ардагері, еңбек сіңірген қатысушысы ретінде көрерменге танылды.